Сәлем достар. Бүгін кешкі асқа не пісірем деп ойланып отқанымда қызым қасыма келіп, осылай өзбек биін билеп жатыр екен. Содан ойыма бірден дәмді қамыр әсіп есіме түсті. Содан ас үйіме жүгіріп бардым да, ұным мен суымды алып, дәл осылай қамыр илеп тастадым. Содан кейін салмаларын дайындауға кірістім. Күрішіме қайнап тұрған суды құйып, бұқтырып қойдым. Фаршымды да дайындап қойдым ерітіп. Және жуамды алдым да, дәл осылай төртпішлеп, майдалап, турап тастадым. Туралған жуаларымды алып ыдысқа салдым. Үстіне фаршымды салдым. Және күрішімді де сүзіп салдым. Татымына қарай тұзын, бұрышын қосып, өзімнің ерекше паприкамды да қосып араластырып жібердім. Осымен салмамыз дайын. Оны бір шетке ысырып қоятын боламыз. Салмамызды дайындап болғаннан кейін қамырымды жаюға кірістім. Қамырды осылай дөңгелек әдемі қылып жайып алдым да, осылай дөп дөңгелек болып жайылған қамырларымыздың үстіне сұйық майымызды құйып, шет-шетіне жағып шығамыз. Сосын қамырымызды осылай төрт бұрышты қылып кесіп аламыз. Кесілген қамырларымыздың үстіне дайын болған салмамызды салып, орап шығамыз. Және ол дайын болған соң, барлығын орап болған соң, мантаваркімізге салып, отқа қойып жібереміз. Көретін соусты дайындауды шештім. Майонез бен тәтті паприканы, томат пастасы және сарымсақты қосып, дәл осылай жақсылап араластырсаңыз, өте дәмді болып шығатын болады. Сосын ойлана келе, әсібіміздің қасына соустан бөлек подлива жасайын деп шештім. Подливаға осылай сәбізді алып үккіштен өткізіп, жақсылап, оның қасына жуаны алдым да, жақсылап тұрып, осылай турап тастадым. Туралған сәбімізбен жуамызды алдым да, осылай табаға жақсылап қуырып алдым. Ең бірінші жуаны қуырып аламыз. Және оның үстіне үккіштен өткен сәбімізді саламыз. Татымына қарай, өзіңіздің қалауыңыз бойынша дәмдеуіш қоссаңыздар болады. Мен бұл жерде қара бұрышты азғантай ғана салдым. Соусымыз, подливамыз құрғақ болмас үшін үстіне осылай азғантай ғана су құйып, аузын жауып, бұқтырып қойдым. Сонымен көптен күткен асымыз дайын болды. Балаларым қарындар ашып отқасын, тез-тез видео түсіріп алдым. Егер де менің каналым сіздерге қызықты болса, тіркеліп, лайк баса кетіңіздер. Өкінбейсіздер. Астарыңыз дәмді болсын.